Сәлем достар, бүгін мен өзімнің тазалық денсаулық ережелерімді көрсетемін. Төсектен тұрғаннан кейін біз төсекті жинау керекпіз. Шашымызды тарап, жинап жүру қажет. Тісімізді күніне 2 рет тазалап отыру қажет. Үйді жинап отыру қажет. Енді үйіміз таза. Біз енді үйімізде сурет салып сабақ оқуға болады. Біз аптасына кем дегенде 1 рет шомылып отыруымыз қажет. Біз тырнағымызды қарап отыруымыз қажет. Ұзын болып өссе, біз тырнағымызды алуымыз қажет. Достар, біз тазалықты сақтауымыз қажет.